Бәріңе сәлем. Көпшіліктің сұрауы бойынша бүгін сендерге өзімнің жұмыс үстелімді және дәл менікіндей етіп қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Менікіндей жұмыс үстелін жасау үшін бізге алдымен 3 бағдарлама керек. Оның біреуі тегін, Rainmeter, қалған екеуі ақылы, Decent Icons және Wallpaper Engine деп аталады. Бұларды Steam'нан сатып алуға болады. Екеуінің бағасы шамамен 1200-1300 теңге. Ал егер ақшаларың жоқ болса, ғаламторды жақсылап ақтарсаңдар, тегін нұсқасын табасыңдар. Біріншіден Decent Icons бағдарламасын орнатамыз. Бұл жұмыс үстеліне иконка, ойындарды жылдам қосу үшін. Add Games'ті басып, тізімнен қалаған ойынымызды таңдаймыз. Егер тізімде керекті ойын жоқ болса, Browse батырмасын басып, қажетті ойынды тізімге қосамыз. Алдымен PUBG'ті қосып көрейік. Мышканың оң жақ батырмасын басып, настройкаға кіреміз. Өздерің көріп тұрғандай менде бәрі өзгертілген. Сондықтан видеоны паузаға басып, дәл менікіндей етіп көшіріп алыңдар. Көшіріп болған соң, Apply батырмасын басып, настройканы жабамыз. Енді иконканы әрлеуге кірісеміз. Мышканың оң жақ батырмасын басып, настройка иконкаға кіреміз. Мына жерден керекті файлды таңдаймыз. Видеоның сипаттамасынан менің ойындардың иконкалары жиынтығын жүктесеңдер болады. Бізде PUBG болды, сондықтан PUBG-ның суретін таңдаймыз. Тағы да басқа да ойындарды қосып көрейік. Ол үшін мышканың оң жақ батырмасын және Add Games. Әрі қарай не істеу керек екенін білесіңдер. Мінекей, бірнеше ойынмен осылай көрінеді. Кейінірек бір-екі жерін тағы да өзгертемін. Ал қазір келесі бағдарламаны орнатамыз. Rainmeter'ді ресми сайтынан жүктей аласыңдар. Орнатқан соң мына виджеттерді жауып тастаймыз. Енді мой компьютер, диск C, Rainmeter, Skins. Сосын сипаттамада мына архивті жүктеп, ішіндегі папкаларды Skins папкасына лақтырамыз. Rainmeter'ді ашамыз, ол мына жерде тұрады. Обновить все дегенді басып, виджеттерді орнатуға кірісеміз. Алдымен Stats папкасын ашамыз. Bars және Horizontal. Оны мына жерге жоғарыға қоямыз. Әрі қарай Volumeға кіреміз, осы виджетті қосамыз. Бұл виджетпен дыбысты сөндіруге және мышканың дөңгелегімен дыбысты басқаруға болады. Дәл осылай қалған виджеттерді өздерінің талғамдарыңа байланысты қойыңдар. Барлық виджеттерді қойып болған соң байқаусызда қозғалып кетпес үшін әр виджетте мына галочканы алып тастаймыз. Icons папкасына кіріп, өздеріңе қажетті виджетті қойсаңдар болады. Мысалы, мен мына сағатты қойдым. Әрине, мына галочканы алып тастап, позицияға всегда позади дегенді таңдаймыз. Барлығын орнаттым, енді визуализатор қалды. Оны мына жерге қоямын. Rainmeter'ді бітірдік. Енді Wallpaper Engine. Бұл бағдарламамен жұмыс үстеліне кез келген қалаған фонды қоюға болады. Өзіме осы фон ұнайды. Басқа да түрлі фондарды мына жерден таба аласыңдар. Мінекей, менің жұмыс үстелімнің қорытындысы. Алда көптеген видео сабақтар жоспарда бар. Қалай монтаж, видеоға превью, шапка жасау керек, тағы сол сияқты көптеген тақырыптарды видео күтіңдер. Егер видео ұнаса лайк бас және арнаға тіркелуді ұмытпа. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін сылдырмақты қосып қой. Ал сендермен болған ID-KZ арнасы келесі видеодан көріскенше.